Неліктен бірінші Карл мен екінші Осман шексіз монарх бола алмады? Бірінші Карл билік құрған тұста неліктен абсолютизм дағдарысқа ұшырады? Бірінші Карл Англия мен Шотландия, Ирландия королі. Бірінші Якоб пен Анна Датскийдің екінші ұлы. Ерекше қабілетімен көзге түсе қоймаған. Карлдың тілі де кеш шығып, кеш жүре бастаған. 17 ғасырдың 30 жылдарының соңы мен 40 жылдардың бас кезінде Англияда революциялық жағдай қалыптасты. Заңсыз салықтар сауда мен өнеркәсіптің дамуын тежеді, халықтың жағдайын нашарлауына әкелді. Бірінші Яков 1625 жылы қайтыс болып, орнына бірінші Карл таққа отырды. Ол әкесінің парламент құқығын мойындаудан бас тартқан шексіз билік тұрғысына көзқарасын жалғастырды. Парламент наразылық білдірушілер тараптарын көрсетілген құжаттық және құқық туралы петиция қабылдады. Бірінші Карл парламентті таратып 11 жыл бойы Англияда жеке дара билік жүргізді. Бірақ король парламенттің рұқсатынсыз жаңа салық енгізе алмады. Шотландияда бірінші Карлдың жеке дара билігіне орай көтеріліс басталды. Осы оқиғаға қарай бірінші Карл парламентті шақыруға мәжбүр болды. Ол корольге жаңа салықтарға рұқсат етпеген үшін таратылды. Тарихта бұл қысқа парламент деп аталды. 1640 жылы король ұзақ парламент деп аталатын жаңа парламент шақырды. Буржуазиялық ақсүйектер оппозицияның мақсаты екі құжатта көрсетілді. Тамырлар мен бұтақтар туралы петиция және ұлы ремонстрация өз көрінісін тапты. Парламентпен күрестің қиын болатынын түсінген Карл 1642 жылы қаңтарда солтүстікке кетіп, сол жылы тамызда парламентке соғыс жариялады. Елде азамат соғысы басталды. Англия екіге бөлінді. Парламентті жақтаушылар мен феодалдық абсолюттік құрылысты жақтаушылар. Соғыс король әскерінің жеңісімен басталды, бірақ парламент жақтаушылар жеңіске жетті. Бірінші Карл солтүстікке қашып, шотландықтарға тұтқынға түсті. Елдегі билік әскердің қолына көшті. Король әскерін жеңу парламент актісімен бекітілді. Екінші Осман билігі шексіз бола алмады. Екінші Осман 1604 жылы Османлы астанасы Константиниде Сұлтан бірінші Ахметтің шаңырағында дүниеге келді. 13 жастағы екінші Осман таққа отырды. Алған білімі сол вақыттағы үздік білім. Екінші Осман өте белсенді билеуші болды және өзінің қатыгездігімен де ел есінде қалды. Өзінің інісі Мехмед Шахзаданы өлім жазасына кесті. Екінші Осман 1618 жылы сефевидтермен келісім жасап, бұл келісімшарт 1612 жылғы келісімшартты қайталады. Ол европалық істерге араласа бастады. Европада 1618-1648 жылдары болған 30 жылдық соғыс, бұл соғыс Европаны екі топқа бөлді: Габсбургты және антигабсбургтық. 1619 жылы Гумен шайқаста Трансильвания әскері жеңілді. Нәтижесінде Трансильвания князі Османнан көмек сұрады. 1620 жылы екінші Осман Польшаға соғыс ашып, Молдова жерінде болған Цецор шайқасында жеңді. 1622 жылы екінші Осман қажылық жасау сылтауымен Константиниде Анадолыға аттанды. 19 мамырда Қарадауыт паша бастаған жаңа шеріктер көтерілісі басталды. Нәтижесінде екінші Осман тұтқынға алынып, келесі күні өлтірілді. Таққа қайтадан Мұстафа оралды. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.